Сәлем достар, бүгін сіздермен KFC-дағыдай өте дәмді қытырлақ тауық аяқтарының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен осындай ыдысқа салқын суымызды құйып аламыз. Бұл біз маринад дайындап жатырмыз. Құрамына қажетті дәмдеуіштердің бәрін дайындап қойдым. Ең алғашқы сарымсақты үкіштен өткізіп осылай саламыз. Одан кейін қара бұрышымызды саламыз. Бір айта кететіні, бұл рецепт бойынша тауықтарымыз ондай қатты ащы болмайды. Мүмкін сіз ащы тауық аяқтарын жақсы көрсеңіз, міне осы кезде мен паприканы салып жатырмын. Сол кезде сіздер қызыл бұрышты да салып жіберуіңізге болады. Ендігі тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен соевый соусымызды құямыз. Келесі тауықтарымызға көшеміз. Тауық аяқтарының осылай терісін артық алып тастаймыз. Маринадымыз жақсырақ сіңу үшін. Мінекей бәрі де дайын болды. Маринадқа 1-2 сағатқа тауық аяқтарын салып қоямыз. Немесе бір түнге салып қойып, келесі күні дайындап отбасыңызды қуантуыңызға болады. Маринадтағы тауық аяқтарын тоңазытқышқа саламыз. Тауық аяқтары бір түн тұрып, маринадты жақсы сіңіріп алды. Енді келесі орысша хрустящая корочка деп айтылады ғой, соны қытырлақ сыртын жасауға кірісеміз. Бір тауық аяғын алып, осылай жан-жағынан жақсылап ұнға малып шығамыз. Артық ұнды қағып тастаймыз. Келесі жұмыртқаға осылай малып шығамыз жан-жағынан. Ең соңында панировочный сухариға осылай тоже жан-жағынан жақсылап малып, шашып, үстінен дайындап үстелге қоямыз. Қалғандарын да тап осылай жасап дайындап қоямыз. Менен бір кеңес, үйлеріңізде тамақ дайындауға арналған қолғаптарыңыз болса, киіп алғаныңыз жөн болады. Бұл әдіспен тек тауық аяқтарын емес, тауықтың қанаттарын да дайындауға болады. Бәрін дайындап болдық. Енді осындай шұңғыл ыдысқа майымызды көптеу құйып, қыздырып аламыз. Қызып болғасын жайлап, асықпай қолыңызды күйдіріп алмаңыз. Ең бастысы, осылай тауық аяқтарын саламыз. Майымыз қызып болғасын, тауықтарды ішіне салып болғаннан кейін отымызды жай отқа азайтамыз. Себебі қатты отқа қойсаңыз, сырты тез қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Бір жағы пісіп болды деген кезде екінші жағына айналдырып ауыстырып отырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі, сап-сары, сырты қытырлақ, дәмді KFC-дағы аяқтардан дым кемшілігі жоқ тауық аяқтары дайын болды. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Лайк қойып, комментарий жазып отырсаңыз, сізге 1000 алғысымды білдіремін. Төменде екінші каналымның ссылкасын тастап кетемін. Оған да тіркеліп отырыңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.